сүндетке отырғызу дегеніміз ежелден келе жатқан. Мынау әдебиеттерге немесе тарихқа қарасақ, негізі бұл біздің ғасырларға бұрын ера дейді ғой, 2300 жыл бұрын бұл пирамидада перғауындар сол кезде басталған екен негізгі. Ал кейінгі кездерде мына пайғамбарымыз сүннеті болған. Бұл енді Ибрагим пайғамбар, сол кісінің өзі 80 жасында сүндетке өзі отырғызған екен. Енді бұл негізінен мына еврейлерде пайғамбар Ибрагимді өзінің пайғамбары есебінде санайды ғой. Сол себепті оларда бұрын сүндетке отыру сол 8-ші күні отырғызылған, ал мұсылмандарда 7-ші күні отырғызған екен. Азан шақырып, ат қойып, шашын алып, сол енді кейін кездерде бұл 10-шы ғасырда басталған, 14-15-ші ғасырда бұл толық мұсылмандардың барлығы отыратын болған. Бұл мұсылмандыққа бір жағынан қабылданып, бұл жаңа өмірге алып келу, жаңағы балаларды таза болуын, ниетін дұрыстау үшін бұл бір жаңа қадам болып есептеледі. Сол себепті бұл бұрыннан келе жатыр, бір жағынан бұл медициналық тұрғыдан қарағанда өте дұрыс деп есептеледі. Әрине бұл әрі қарай бізде жалғасып жатыр. Өзіміздің практика бойынша бұл мынау діни жағынан отырғызу болады, мысалы. Өзі діни жағынан дәстүрлі, медициналық тұрғыдан және косметикалық тұрғыдан болады. Өзіміз отырғызып жүрген көбірек сол 3 жас пен 5 жастың арасында өте жақсы болады, психологический тұрғыдан. Мысалы, балалар өздері кіріп, өздері шығып жатады. Енді қазір өздеріңіз білесіздер, дамыған заман 5 жастан жоғары, 6 жас, 7 жас, 8 жас олар интернет қарайды, информацияны көбірек алады. Жас балдар бір-бірін қорқытады. Осында келген кезде олар психологически өздерін мен байқап тұрам, өздері қатты қиналады. 3 жас пен 5 жастың балаларды оларды алдауға да болады. Оларға үлкен жігіт боласын, мұсылман боласын, қандай да бір жаңағы подаркілер беру, сыйлықтар беру десе, олар көнеді. Одан үлкен жаңа айтып отырған мектепте жасты балдары өте көндіру қиын, олар сенбейді. Сол себепті бұл жасына байланысты емес, бұл жерде ата-анасының ниетіне байланысты. Ол ата-анасы сол 7 күнде отырғызам десе де, бүгін шешсе, бүгін отырғыза береміз. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, бізде мұсылмандыққа енді бас иіп жатырмыз. Бұрын барлығы мұсылман болды, кейін кезде мына совет үкіметі кезде бәріміз тарқап кеттік. Көп қазақтардың өзі шетелдерде қазір қайтып келіп жатыр. Мына Ресейден көп, мысалы, келіп жатқандар. Немесе әкесі орыс болды, шешесі орыс болды. Бізде қазір 70 жас, 60 жас, 50 жас олар келеді, сүндетке отырғызамыз оларды. Бірақ әрқашанда кеш емес дейді ғой. Ол дәстүрлі өзі ауырмай тұрып істеледі. Мына медициналық көрсеткіш деген сөзіміз, бала туылған кезде баланы симей қалуы, жаңа үлкен несеп ағары бітеліп қалуы, немесе қабыну процесі болуы. Ол роддомда жатқан кезде бізде жаңағы балалар дәрігерлерін шақыра береді. Семей қалған кезде сол кезде барып көреміз. Егер кейде жаңағы өзіміздің инструменттер бар, аузын ашып баланы сию мақсат.
Егер бала сол жаңа кіші несие бағары бітеліп қалған жағдайда, ол мына қуыққа, бүйрекке әсер етуі мүмкін. Әрине, ол арғарай қабыну процесі бола берсе, бүйректің қызметі бұзылады. Сол себепті сол жерде кейде біз уақытша ашып беруіміз мүмкін, арғарай өзі ата-аналар өзі шешіп жатады. Сүндетке отырғызу керек па, енді әрқашанда инструментпен ашып отырмаймыз ғой. Сол себепті бұл кейде балалар бұрынғы кезде бізде мысалы аталар болған. Немерелерін қолын алып, жаңағы басын ашып, тазалап отырған. Енді қазіргі аталар оған қарамайды. Сол себепті қабыну процесі көп болады. Өзі анатомиялық жағдайда, мысалы, ішкі перде, сыртқы перде деп бөлеміз. Сол кезде жаңа ішкі перде жыныс мүшесіне өзінің арасында синегма деген сұйықтық болады. Солар инфекция түскен кезде солар іріңдей бастайды. Қабыну процесі болады. Мұндай жағдайда әрине бізге дәрігерлерге келеді, біз оған жаңа қабыну процесін қайтаратын маздар береміз. Жақсы болып қалады бала. Егер осы қайталана беретін болса, несеп ағардың жаңа сиетін жері жіңішкеріп, бала толық симей жартысы қалып, жаңағы несептің жартысы қалып отырып инфекция шақыратын болса, онда бұл медицинский показания, ол ұлтқа да қарамаймыз. Бұл жерде жаңа сүндетке отырғызуға тура келеді. Бұл жерде ол бізде орыстарда, немесе жаңа басқа ұлттар, крестьяндарда, корейстерде, бұл жерде ұлтқа қарамайды. Бала сия алмай қалды ма, бұл жерде келіп біз түсіндіреміз, әрине, отырғызамыз. Қазіргі уақытта медициналық мекемеде жасаған дұрыс. Себебі мынау бұл жерде көрсеткіштердің өзі кейбір балалардың өзі қазір білесіздер, иммунитеті өте төмен. Мен өзім Семей облыстық ауруханада жұмыс істегем. Енді Семей өңірін білесіздер, полигон. Сонда мынау қан аурулары өте көп болды. Ол жерде бізде бірнеше асқынулар болды. Сол себепті бұйрық шығарып, баланы қандай да бала болсын жатқызып, қанын тексеріп, жаңағы операционныйда солай операция жасағанбыз. Себебі ол келген кезде, мысалы, біреуі үйде жасайды, біреуі жаңа дәрігері келіп жасатады. Сол кезде қан ауруы анықтамай, көп науқас жаңа кішкентай балалар операциядан кейін реанимацияға түсіп жатты. Сол себепті ол өңірде біз тек қана тексеру арқылы қан сондай жатқызатын еді. Мына кейін кездерде әрине біз ол үйде де істеген уақыттарымыз болды. Біз істейтін бұрын біз сұраймыз ол кісіден, қандай қан аурулары бар ма, басқа бар ма. Онда да жаңағы скальпельмен, ножница, жаңағы қайшымен кескен кезде, оны қанша тіксең де кейде қан тоқтамайтын болып қалады. Ол скрытая форма нарушения свертываемости дейді, қанның қою процесінің төмендеуі байқалады балаларда. Бір ай бұрын ауырған болуы мүмкін бала, қандай да бір қабыну процестері болуы мүмкін. Сол себепті бұл жерде қан тоқтамау болып жатты. Кейінгі біз 5 жылдықта біз мен өзім қолданып жүрген радиотолқынды аппарат дейді. Бұл американский аппарат, өзі америкалық. Бұның бірлігі жақсы, бұл кесіп жатқанда қанын тоқтатып отырады. Сонан соң мынау бір 4-5 науқасты қан аурулар учетында тұрған балаларды гематологпен келісіп, 10 күндей дайындап, қан сонан соң бізге келіп сүндетке отырғызды. Сол кезде осы аппараттың мен жақсы екендігін, операциядан кейін қан ақпайтындығын
байқадым. Сол себепті біз қазір жалғастырып жатырмыз. Бізге қандай көрсеткіштер төмен болып жатса да, ол операциядан кейін біз қорқатымыз қан ағу, қан тоқтамау, соны біз сенімді жұмыс істеп жатырмыз сол аппаратпен. Мына кейінгі заманда өзіміз естуіміз бойынша бұл медициналық тұрғыдан Европа, Америка болсын, басқа мемлекеттер болсын, көбінесе сүндетке отырғызу өте дамыған оларда. Себебі инфекция дейді. Инфекцияның өзі тек қана қабыну процесі емес, рак полового члена дейді. Сол жыныс мүшесінің қатерлі ісігі. Сол мемлекеттерде өте көбейіп кеткен. Сол себепті сол профилактика есебінде сүндетке отырғызу оларда сол алға қойылған. Тек қана мұсылман мемлекет емес. Сонан соң басқа да сифилис, гонорея деген аурулар көбейген. Сол сүндетке отырғызғаннан кейін осы көп науқастар толық онымен ауырмаған, жазылып кеткен. Сол себепті тек қана мұсылман мемлекет емес, басқа мемлекеттерде ұлтына қарамай, дініне қарамай отырылып жатқан жағдай бар. Бұл тек қана сол жыныс мүшесінің толық ашылмауы дейді ғой, сол ашылмауынан қатерлі ісік болсын, басқа да мынау жұқпалы аурулар болсын, сол әйелдерде де көбейген. Сол себепті бұл бір-біріне байланысты болғаннан соң осы сүндетке отырғызу, циркумцизия дейді латынша, барлық дамыған елдерде ол алға қойылған. Баланы дайындалғанда жаңағы мен ата-анасына айтам, сіздер дәрігерге келген кезде сүндетке отырғызам деп келмеңіздер, сіздер массаж жасауға барасыздар деп. Массажға дайындаңыздар деп. Мен өзім байқап отырам, балалар келген кезде оларға ашық айтады, сен сүндетке отырасың, осындай мұсылман боласың. Ол қазіргі балалар барлығын біледі, оны кесетінді де біледі, байлайтынды да біледі, бір-бірінен сұрайды, бір-бірін қорқытады, ондай балалар бар. Сол себепті біз сол массажға келген баланы мен байқап тұрам. Сонан соң мен ол кірген кезде әрине ол бірінші контакты баламен бірінші сөйлесу керек. Егер мен баламен сөйлесіп жатсам, ол кіріп шығады, ол ауырмайды, жыламайды. Біз массаж жасаған сияқты жаңағы оны көрсетпейміз, бала жата береді, неше түрлі сұрақтар қоямыз. Енді ол баланы садикке барғанда қандай ән айтатын, қандай әнін білетін, бізде кейде өлең айтып жататындар болады. Шыққан кезде баланы біз мақтаймыз тағы да. Айтамыз, ата-анаңа барған кезде біз сені айтамыз, сен осы бірінші орын алдың қала бойынша, немесе Қазақстан бойынша бірінші орын алдың деген кезде балалар мақтанып шығады, мен бірінші орын алдым деп. Әрине ол қай жағынан бірінші орын алып жатқан бала білмейді ғой енді. Сонан соң жақсы подарка беріңіздер деп. Кейде ата-аналар өздері жақсы дайындап келеді, психологический подаркаларын алдын ала кіргізіп қояды бізге. Сонан соң біз ол подарканы көрсетеміз. Мына қазір сен кіріп шықсаң, осы подарканы сеніңке деп. Бала жыламайды. Психологический ол бәріне дайын болады сол подарканы алу үшін. Ол өте жақсы деп есептеймін. Баланы қорқытпау керек, мақтау керек. Жергілікті жансыздандыру дейді, местное обезболивание жасаймыз. Жас кезімізде хирург. Сол кезде енді бастап жүргеніміз сүндетті үйреніп, басқа енді аздап болса да жаңағы 1 жыл жұмыс істедік, опытымыз бар деп сол кезде бір жерге шақырған. Бір 10 жасар бала деді, тауда екен, өзі қойшы
соны барсаң бір қой береді деді, осында сүндетке отырғызып келді. Соны инструменттерді алып, жаңағы пышағымызды алып, бәрін алып барғанбыз сонда. Сөйтіп біз келген кезде онда жаяу бардық, өзі жаяу жүріп, соны бізге келді деген кезде дәрігер келді деп айтты деймін да. Бір баланың сол юртадан шығып қашқанын көргім, киік сияқты жаңағы секіріп. Содан ағалары атпен қуып, оны қарап тұрмыз. Анау мен бала қайсы десем, анау қашып бара жатыр дейді. Мен айттым, енді мынаны ұстау қиын шығар деп едім. Атпен қуып ұстап әкелді ағалар. Соны юртаға кіргіздік, соны аяғын ұстап тұрды. Семейде. Бұл Қазғырт ауданында. Сонда сүндетке отырғыздық жаңа. Ұстап тұрып, басқа не қылып, содан бері есімде жаңа. Адамдарды ұстап алып та істеген уақыттар болды.